Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай смоладан невидимка жасайтын боламыз. Оған қажет заттарды экранға көрсетіп кетемін. Жұмысымызға кіріспес бұрын осындай бізге маска керек. Бұл маска не үшін қажет десеңіз, біздің өзіміздің тыныс жолымызды қорғауымыз керек. Сол себепті осындай маска кигеніміз дұрыс. Себебі смола организмге зиян, өкпеге. Сосын осындай қолымыздың кожаларын қорғау үшін перчатка кигеніміз дұрыс. Осы екі зат міндетті түрде. Смоламызды өзімізге керек мөлшерде өлшеп алу үшін бізге осындай таразы керек. Таразыға бір рет қолданатын осындай ыдысымызды қоямыз. Бізде осындай смола мен қолданатын. Осыны ашып, қазір керек мөлшерде құйып алатын боламыз. Мінекей біз смоламызды өзімізге керек мөлшерде өлшеп алдық. Енді бізге осы смоланы ерітетін зат керек. Ол отвертитель осындай. Бұл отвертитель смола қанша құйсаңыз сонша құяды. Мысалға, бізге 30 мл смола керек болса, 15 мл смола болады, 15 мл отвертитель болады, 1 к 1 болады сонда. Осылай құйып аламыз. Бұл отвертительде де 15 мл-дан. Неге отвертительімізді де өзімізге қажет мөлшерде өлшеп алдық. Енді осы отвертитель мен смоланы бірге араластыратын боламыз. 3-4 минут араластыру керек міндетті түрде. Мен мына жерде тез-тез айналдырып жібердім. Себебі көп уақыт алмасын дедім. Енді осы араластырып болған смоламызды бір шетке сырып қойып, осындай қағаздарымызды алатын боламыз. Бұл қағаздарды қайдан алды десеңіздер, мен интернеттен осындай картинкаларды компьютерге көшіріп, А4 қағазына шығарып алдым. Және де осындай қатты қағаздар керек, картон қағаздар. Бұл картон қағаздарды мен алдын ала невидимканың көлемі қандай болатынын ойластырып қиып алған болатын. Енді осы картон қағазымызды алып, осы А4 қағаздың үстіне қойып, қара қарындашпен сызып аламыз. Қағазымыздың үстін сызып болдық. Енді осы қара қарындаштың ізімен невидимканың көлемін қиып шығатын боламыз. Қағазымызды қиып болдық. Осылайша 3 невидимкамыздың да қағазын қиып қойдық. Осылай. Енді осы қағаздардың үстіне жаңағы араласқан смоламызды үстіне жағып шығатын боламыз. Осылай қағазымызды ұстап тұрып, бір шетінен шпательдің көмегімен смоламызды жан-жаққа жайып шығатын боламыз.
Мінекей біреуін жағып шығып болдық. Енді келесіне көшеміз. Келесі қағазымызды алып, тағы да осылай шпательдің көмегімен смоламызды жағып шығатын боламыз. Үшінші невидимкамызға да дәл осылай қайталап жағып шығатын боламыз. Ендігі кезек осы невидимкамыздың смоласын жағып болған соң 24 сағатқа қатырып қоятын боламыз. Мінекей смоламыз кепті. Осындай әдемі болып шықты. Енді осы невидимкамыздың бір данасын алып, артқы бөлігін әдемілеп бояйтын боламыз. Ол үшін смола қажет. Смоламызды жақсылап араластырып, осындай перламутровый пигмент алатын боламыз. Жемчуг түстес. Енді осы пигментімізден осы шпательдің ұшымен бір-екі рет салатын боламыз. Пигментімізді керек мөлшерде қосып алдық. Смоламызды жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей араластырып болдық. Ендігі кезек артқы бөлігін осы перламутрлық смоламен шпательдің көмегімен бояп шығатын боламыз. Қалған бөлшектерін де дәл осылай қайталап шығатын боламыз. Смоламызды барлық невидимкамыздың артқы бөлігіне жағып шықтық. Енді осы невидимкаларымызды 24 сағатқа тағы да қалдыратын боламыз. Мінекей 24 сағат өтті. Невидимкаларымыз дайын болды, кепті, әдемі болды. Жылтырап әдемі болып тұр. Ендігі кезек осыларды клеймен темір невидимкамызды жабыстыратын боламыз. Темір невидимкамызды аламыз, жоғарғы бөлігіне клейімізді жағамыз, және де осының алдында смоладан жасап алған дүниемізді осының үстіне жабыстыратын боламыз. Ары қарайда қалған бөлшектерін де дәл осылай қайталап шығатын боламыз. Мінекей біздің әдемі шаш қыстырғыштарымыз дайын болды. Егер осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де келесі видеомды көру үшін маған тіркеліп алыңыздар.